Стипендия алып жүрген студенттер енді ипотекаға квартира ала алады. Әлеуметтік желілерде енді стипендия ресми табыс ретінде саналып, ипотекалық бағдарламалардың кез келгеніне қатыса алады деген ақпарат тарап жатыр. Дегенмен ақпарат қаншалықты рас? Тексеріп көрдік. Ақпарат манипуляция. Қазір бәрін түсіндіріп айтып берейін. Қазақстандағы көптеген банктың ипотекалық бағдарламалары стипендияны ресми табыс ретінде қарастырмайды. Қате дәл осы жерде. Көптеген сайт студенттер шәкіртақы мен пәтерге қол жеткізе алады деп кликбейт тақырып қойып, ақпаратты бұрмалаған. Ал стипендияны ресми табыс ретінде Отбасы банк акционерлік қоғамының наурыз және отау бағдарламалары ғана саналады. Оның өзінде 6 ай шәкіртақы алған студент бірден баспаналы бола алмайды, міндетті түрде ортақ қарызгер, яғни сазайымшықтың болуы шарт. Дегенмен бір қызығы, неге дәл қазір талқыланып жатқаны түсініксіз, себебі бұл бұрыннан бері келе жатқан норма. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2023 жылы 30 желтоқсанда номер 101 қаулысын бекітті. Қаулыға сай сол кезден бастап қарыз алушының кірісі ретінде стипендияның мөлшері туралы анықтама ресми табыс ретінде есептеледі. Ал осы қаулыдан кейін Отбасы банктың наурыз және отау бағдарламасында 6 айдағы шәкіртақыны ресми табыс ретінде қарастырып, қатысушының табысы жеткіліксіз болса, ортақ қарызгер ретінде екі кез келген адамды таңдай алатын жазған. Екі бағдарламаларда қатысушының саны 18 бен 63 деп көрсетілген. Сондықтан кейінгі 6 айдағы тұрақты түрде стипендия алған 18 жасар студент ресми түрде қатыса алады. Наурыз бағдарламасында алғашқы жарна 10%-тен басталса, отау бағдарламасында 20%-тен басталады екен. Ал сіз стипендиямен осы екі бағдарламаға қатысып көрдіңіз бе? Жалпы бұл бағдарламалар туралы не ойлайсыз?